Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз ұңғырдақ тағамын жасаймыз. Ол үшін менде сиыр еті 500 грамм, 2-3 дана сарымсақ керек. Алдымен жақсылап етімізді жуып аламыз. Етімізді орташа көлемде турап шығамыз. Сарымсақты жартылай дөңгелек қып тураймыз. Қызып тұрған пешімізге қазанымызды қойып, май құйып етімізді саламыз. Тұз және қара бұрыш саламыз. Етіміз қуырылды деген кезде, суы кетті деген кезде сарымсақты саламыз. Ең маңыздысы еттің күйіп кетпеуі, соны қадағалау керек. Енді қамырымызды илейміз. Ол үшін мен 500 грамм ұн алдым. Тұз және сумен илеймін. Жұмыртқа ештеме қоспаймыз. Тек қана тұз бен су. Сәл қаттырақ қып илейміз. Міне менің қамырым дайын болды. Тынығу үшін 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің сарымсағымыз да жақсылап қуырылып болды. Енді аздаған су құямыз, көп емес. Және оттың астын орташа байлауға қойып қоямыз. Қамырымызды тағы бір рет илеп қоямыз, иінін қандыру үшін. Иіні қанғаннан кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жаямыз. Қамырымыз дайын, оны біз 4 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген бөліктерді духовканың листінде кептіріп алуға болады, немесе қызып тұрған табада кептіріп алуға болады. Кептірілген қамырларым дайын. Енді мұны бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Осылай жіңішке видеода көрсетілгендей қылып кесіп аламыз. Мынау кесілген қамыр. Енді оттың астын қосып, су осындай болу керек. Қатты көп болмау керек. Қатты көп болса езіліп кетеді.
салдым, кішкене сұйық май қосып жіберу керек, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Осылай араластырып жібереміз. 5 минуттан кейін ашып, тағы бір араластырамыз. Не дайын болып қалды. Пештің астын сәл басыңқырап қоясыздар, пісіп қалды деген кезде. Міне біздің қуырдағымыз дайын. Еті өте жұмсақ әрі дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын.